Қайырлы күн, достар. Тарих-таным каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 4-90-ға арналған БЖБ тапсырмаларын талдайтын боламын. Сондықтан сіздер менің еңбегімді бағалап, комментарий жазып, лайк басып, менімен бірге талдауға қатынасып отырыңыздар. Бүгінгі БЖБ талдауы Қазақстан тарихы 7-ші сыныпқа арналады. 4-90 бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары берілген. Бұл жиынтық бағалау тапсырмалары Қазақстанның 19-шы және 20-шы ғасыр басындағы мәдениеті бөлімі бойынша тапсырмалар беріледі. Негізгі қамтылатын тақырып 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы және 19 ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. Бұл тапсырмалар бойынша 19 ғасырдағы екінші жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің дамуының ерекшеліктерін түсіндіретін боламыз және халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретіндегі құндылықтарын анықтайтын боламыз. Бірінші тапсырма білім беру мен ағарту саласының ерекшеліктерін анықтаңыз. 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру мен ағарту саласының ерекшеліктеріне тоқталатын боламыз. Біріншіден, бұл кезде 19 ғасырда білім беру ісі екі бағытта жүргізілетінін білесіздер, діни және зайырлы бағытта болды. Діни бағыт бұл дәстүрлі білім жүйесіне жатты. Діни білімде ислам дінінің негіздерін оқытты. Бұл жерде медреселер менен мектептерде негізінен ер балалар оқыды. Екінші ерекшелігі, діни оқу орындарының орнына енді жаңа әдістемелік мектептер ашыла бастады. Оны ұйымдастырушылар жадитшілер болды. Жадитшілер мектепте зайырлы пәндерді, яғни ғылыми пәндерді, арифметиканы, географияны, тарихты, жаратылыстау пәндерін оқытты. Бұндай мектептерде білікті, білімді мұғалімдер сабақ берді. Сондай-ақ осындай мектептер Түркістан қаласында 1900 жылы бірінші рет ашылды. Және Ақтөбе, Жаркент, Қазалы, Верный, Қостанай, Семей, Перовск қалаларында осындай мектептер ашылды. 19 ғасырдың екінші жартысындағы білім берудің үшінші ерекшелігі бұл оқу орындарының көптеп ашылуы болды. Зайырлы мектептер ашылды, әскери училищелер Омбы мен Орынборда ашылды, орыс қазақ мектептері, 7 жылдық мектептер, ауыл шаруашылық қолөнер мектептері, сондай-ақ мұғалімдер семинариясы, қыз балаларға арналған бастауыш мектептер Торғай облысында ашылды. Тіпті Көкшетау мен Ақмолада қазақ балалары үшін жатып оқитын интернаттарда ашылды. Төртінші ерекшелік, бұл оқу орындарындағы оқу бағдарламаларын генерал-губернатордың өзі қарады. Ол халық ағарту министрлігімен келісім алып отырды. Сондай-ақ оқу орындарында міндетті түрде орыс тілі және орыс тарихы оқытылды. Негізгі бағыты бойынша мектептерде және училищелерде сол бағыт бойынша білім берілді, бірақ негізінен отаршылдық мақсаттар үшін аудармашылар, тілмаштар, хатшылар дайындалды. Бесінші ерекшелік, осы оқу орындарында қазақ балалары үшін шектеулер қойылды. Мысалы, Омбы мен Орынбордағы әскери училищелерде қазақ балалары үшін кейбір әскери пәндер оқытылмады. Сондай-ақ қазақ балаларына жоғары білім алуға жол бермеуге тырысты. Себебі білімді адамдардың сана сезімі өсіп, оянады, отаршылдық езгіге қарсы күреседі деп ойлады. Соған қарамастан алысты болжай білетін адамдар өзінің балаларын шетелде оқытты. Мысалы, Әлихан Бөкейханов Санкт-Петербургтағы Орман институтын, Шоқай менен Тұрлыбаев Санкт-Петербург университетінің заң факультетін, сондай-ақ Асфандияров Санкт-Петербург әскери медицина академиясын, Сейітов Томск университетінің медицина факультетін, Досмұхамбетов Тарту университетінің заң факультеттерін бітірді. Екінші тапсырма 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері туралы ойларыңызды ПТМС формуласы арқылы білдіресіңіздер, өз пікірлеріңізді. Бұнда сіздерге мынандай позиция берілген: 19 ғасырдағы, яғни тек қана 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек ретінде құндылығы жоғары немесе құндылығы төмен деген тақырыпты позицияларыңызды таңдайсыздар. Оны екі дәлел арқылы түсіндіресіздер және екі дәлел арқылы мысал келтіресіздер. Сондай-ақ қорытынды жасайтын боласыздар. 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек ретінде құндылығы жоғары деген позицияны таңдадым. Себебі 19 ғасырда халық ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің дамуы өте жоғары дәрежеде дамыды.
Ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің өкілдері халықтың қазақтың әдет-ғұрыптары менен салт-дәстүрлерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, ұлттық құндылықтарды сақтауда үлкен рөл атқарды. Екінші дәлел, музыка өнерінде ақын сазгерлер, күйшілер сол заманның саяси, қоғамдық, әлеуметтік өмірінің шындығын өз шығармаларында сипаттады. Ал өз еліміздің тарихын, онда болған оқиғаларды, жер су атауларын танып зерттеуде бұл өнер қайраткерлерінің шығармалары құнды еңбектер болып табылады. 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің тарихи дерек ретінде құндылығы жоғары дегенді мына екі мысалдан көруге болады. Біріншіден, Ақан сері, Біржан Сал, Жаяу Мұса шығармаларында отаршыл биліктің чиновниктерін, олардың озбырлығын, халықтың мұң-мұқтажын көрсетті. Біржан Сал сараң байлар мен болыстардың озбырлығын көрсетсе, Жаяу Мұса отаршыл үкіметке қарсылығын білдірді. Екіншіден, күйшілер Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей шығармаларында да заманның шынайы болмысы суреттелді. Құрманғазы қарапайым адамдардың тұрмыс-тіршілігін, отаршыл биліктің озбырлығына қарсылықты суреттеді. Ал Тәттімбет қазақ жерінің өзендері мен көлдерінің, таулары мен даласының сұлу табиғатын суреттеді. Қорытындылайтын болсақ, 19 ғасырдағы халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихымызды танып білуде сөз жоқ тарихи еңбек. Олардың өкілдері шығармаларында сол замандағы оқиғаларды суреттеп ұрпаққа жеткізді. Олардың атын қазақ халқы құрметтеп, мақтанышпен атай отырып, олар салған жолды жалғастырып келеді. Достар, 4-90-ның БЖБ-сын талдауын аяқтадым. Сіздер менің айтқанымның барлығын көшіріп алмаңыздар. Өздеріңіз түсініп, өз ойларыңмен жазуларыңызды сұраймын. Сондай-ақ менің еңбегімді бағалап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.